Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хамир хасиб тағамын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа суды құйып, үстінен тұзды және де жұмыртқаны салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Тұзымыз ерігеннен соң үстінен ұнды бөле салып, араластырып, қамыр елейміз. Қамыр бізде қатты болып қалмауы қажет. Жақсылап қамырымызды илеп болғаннан соң қалтаға салып, шамамен 10-15 минуттай тындыруға қалдырамыз. Ол уақытта салмасын дайындаймыз. Ол үшін күрішті жақсылап жуып, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып, 5 минуттай шамасына осылай қалдырып қоямыз. Ал енді фарштың үстінен туралған пияздарды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай майда етіп төртбұрышты болып туралған. Ал енді жібіген күрішімізді қосамыз. Үстінен қалауымызша тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштерді салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Ал енді қайтадан қамырды жасауға кірісеміз. Ол үшін қамырымызды алып, үстінен ұн сеуіп, ең алдымен осылай жұдырығымызбен басып шығамыз. Видеода көріп тұрғандай жасайтын болсаңыздар, қамырыңыз өте әдемі болып жайылып шығады. Ал енді осылай шеттерін ғана басып шығамыз, ең соңында ортасын басамыз. Одан соң ғана қамырымызды жаюға кірісеміз. Қыздар, егерде сіздерге видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді қамырымызға тағы да кішкене ұн сеуіп, үстінен 1-2 басып, қамырымызды осылай бір-бірінің үстінен қойып шығамыз. Дәл мантыны кескендей етіп, қамырымызды кесеміз. Төртбұрышты болып шығуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, қамыр менде қатты жұқа болмаған, орташа қалыңдықта. Дәл осылай барлығын төртбұрышты етіп кесіп, дайындап алдым. Ал енді бір бөлігін осылай жайып шығамыз. Ал енді біз қамырымызды жинаймыз. Ішіне салмасын салып, дәл осылай ортасын, шетін бір-біріне қосып жинап шығамыз. Негізі өте оңай, конверт секілді жиналады. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз. Болғаннан соң манталаркамызды алып, астын майлап аламыз. Одан соң барлық дайын болған түйілген қамырларымызды салып шығамыз. Енді бетін майлаймыз, міндетті түрде майлап шығыңыз. Барлығын майлап болғаннан соң қайнап тұрған судың үстіне осы манталаркамызды қойып, шамамен 45-50 минут шамасында қамырларымызды пісіріп аламыз. Ол уақытта біз подлива дайындаймыз. Ол үшін табаға кішкене май құйып, пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Үстінен майдалап туралған сәбізді саламыз. Менде барлығы бірдей етіп туралған майда болып, өзіңіздің қалауыңызша өзгертсеңіз де болады. Одан соң ішіне полугорки бұрыш салдым майдалап, және де осылай майдаланған қызанақты салдым. Тағы да жақсылап араластырамыз, және де шетінен ыстық қайнап тұрған суды қостым. Жақсылап араластырып, қалауымызша тұзын дәмдеуішін салып, шамамен 10 минуттай уақыт жай отта осылай қайнатып аламыз. Сонымен біздің подливамыз дайын. Міне қамырымыз пісіп шықты. Дәл осылай салып, немесе өзіңіздің қалауыңызша салып, асқа бере берсеңіз болады. Бір жегенге өте дәмді тағам. Менің балаларыма да өте қатты ұнады. Сондықтан сіздер жасап көріңіз. Ас болсын. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғайсыз.